Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа озор үйренеміз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай күшті, керемет, тамаша. Мінекей, оң бет осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Енді бұл озорменен не нәрсе тоқса да болады. Кардиган болсын, жемпір, жилет, пальто, шапка. Мінекей, көрдіңіздер ғой, әсіресе пальто мен кардиганға күшті болады. Мінекей, бұл озор өзі бар болғаны 4 қатардан және 3 көзден тұрады. Мінекей, ал ендеше кеттік осы озорды бүгін тоқып көрейік. Мен мына жерде ақ жіппенен 22 көз алдым. Енді қазір біз мынау теріс жағынан осы озордың бастапқы бір қатарын ғана тоқитын боламыз. Одан кейін тоқымаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бірінші көзді іліп аламыз. Сөйтеміз де, қазір біз мына жерде бір теріс, бір оң, бір теріс, бір оң, бір теріс, бір оң. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, бұл қатарды да аяқталып қалды. Енді негізгі озорымызды тоқитын боламыз. Озорымыздың бірінші қатары бір теріс. Мінекей, енді қараңыздар. Мына жерде 1, 2, 3, 4. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Мына 3 пен 4-тің екі ортасынан қазір біз өздеріңізге байқап тұрған шығарсыздар, екі жағында 2 оң, ортасы теріс. Қазір біз осы сурет бойынша қазір тағы да әрі қарай жалғастырып тоқитын боламыз. 3 пен 4-тің екі ортасынан біз мына ұзын жіпті тартып аламыз. Мінекей. Мінекей. Сөйтеміз, мына бірінші көзді оң қылып тоқимыз. Мына жаңағы іліп алған жібімізді осы оң көздің үстінен осылайынан өткіземіз. Мінекей. Келесі теріс. Одан кейінгісі оң болады. Мінекей. Әрі қарай кеттік. Бір теріс, тағы бір қайталап жіберейік. 1, 2, 3, 3 пен 4-тің екі ортасынан біз қазір ұзын жіпті тартып аламыз. Мінекей. Сөйтеміз, мынау бірінші көзді біз оң қылып тоқимыз. Сөйтеміз, жаңағы іліп алған жіпті осының үстінен өткіземіз. Мінекей. Келесі бір теріс, бір оң. Мінекей. Бір теріс. Енді дәл осылай әрі қарай жалғастыра береміз. Осы қатардың аяғына дейін. Бір теріс, мынау соңғысы, мінекей, 3 пен 4, мінекей, соңғысын ұзын жіпті тартып алдық. Бір оң, ұзын іліп алған жібімізді осының оңның үстінен өткіздік. Бір теріс, бір оң, соңғысын оңға тоқып жібереміз. Осымен озорымыздың бірінші қатары аяқталды. Екінші қатар. Енді екінші қатарда сурет бойынша бәрін тоқитын боламыз. Мына жерде мынау теріс болса, теріс, оңды оңға тоқимыз. Мінекей, барлығы да көрініп тұр. Мінекей. Енді бұл теріс қатарында біз сурет бойынша барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой, қандай қызық өз озор. Мінекей, озорымыздың екінші қатары да аяқталды.
Енді біз қазір мына узорларды орындарын ауыстырып, қазір шахмат тәріздес болатын болады. Мінекей. Узорымыздың үшінші қатары. Бір теріс, бір оң, бір теріс. Мінекей. Екі жағында да оң болу керек, ортасы теріс болу керек. Осыны қадағалап отырсаңыздар, суретте шатаспайтын боласыздар узорда. Сол кезде мынау сурет бойынша узорлар әдемі болып шығатын болады. Енді мына жерде 1, 2, 3. 3 пен 4-тің екі ортасына біз мынау ұзын жіпті осылайына тартып аламыз. Сөйтеміз, мынау бірінші көзді біз оңға тоқимыз. Ілбаған жібімізді осының үстінен өткіземіз. Мінекей. Бір теріс, бір оң. Мінекей. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір теріс. Мінекей. 3 пен 4-тің екі ортасынан біз ұзын жіпті тартып алдық. Бірінші оң көз. Оның үстіне жағы ілбаған жібімізді мінекей үстінен асырып өткіздік. Бір теріс, бір оң. Енді дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, осыменен узорымыздың үшінші қатары аяқталды. Енді төртінші қатар. Төртінші қатарда біз тағы да сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой, барлық суреттер турасымен келіп отыр. Мінекей, узорымыздың төртінші қатарда аяқталды. Мінекей, көрдіңіздер ғой, ақ жіппенен де әдемі болып шығады екен. Мінекей. Қандай керемет. Енді тура бірінші қатардағыдай қайттан осылайынан қайталайтын боласыздар. Енді узорымыздың бірінші қатарын бір көрсетіп жіберейін. Бір теріс. Мінекей, көрдіңіздер ғой, екі жағында да екі оң. 3 пен 4-тің екі ортасында біз тағы да бір ұзын жіпті тартып аламыз. Сөйтеміз, бір оңға тоқимыз. Ілбаған жібімізді осы оңның үстінен осылайынан өткіземіз. Бір теріс, бір оң. Мінекей. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір теріс. 3 пен 4-тің екі ортасынан біз ұзын жіпті тартып аламыз. Бір оң. Мына ілбаған жібімізді мынаның оңның үстінен өткіземіз. Бір теріс, бір оң. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Мінекей, қараңыздаршы. Шахмат тәріздес болып, әдемі болып шығып келе жатыр. Мінекей, қандай тамаша, керемет. Мінекей. Енді дәл осылай ары қарай жалғастыра бересіздер. Енді біз үлкен узорымызды көрейік. Мінекей, қандай тамаша. Көрдіңіздер ғой. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды.
сау саламатта болыңыздар. Жақсы.